Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы PowerPoint бағдарламасы. PowerPoint бағдарламасы қандай қызмет атқарады? Ол программа бізге не үшін керек? Қазіргі таңда не үшін қолданамыз? Сол жайында сіздерге толық ақпарат беремін. PowerPoint бағдарламасы жалпы көрмелерді әзірлеуге және де өзіміздің жасаған жұмыстарымызды көрнекі етіп көрсетуге арналған программа. Microsoft Office қолданбалы бағдарламасына кіреді. Ол дәріскерлерге дәріс оқығанда немесе баяндама жасағанда және тағы да басқа материалдарды көрнекі материал түрінде жеткізуге мүмкіндік беретін бағдарламаның бірі. PowerPoint-тың негізгі міндеті ақпаратты қабылдау және есте сақтаудың тиімділігін арттыру мақсатымен көрмелерді жоспарлау, жасау және өңдеу. Көрме дегеніміз сіздің қандай да бір қызметіңізге байланысты материалды ұсынуға арналып, компьютерде жасалған слайдтардың көрсетілімдік жиынтығы. Слайдтар әртүрлі қызықты суреттермен, сызбалармен және эффектілермен безендірілген жобаның мазмұндық бөлігін қамтиды. Белгілі бір тақырыпқа байланысты жасалған слайдтар тізбегі презентация деп аталады. PowerPoint бағдарламасын іске қосу үшін қазіргі таңда енді көптеген версиялары бар. PowerPoint бағдарламасының ол жылда жаңарып отыратын бағдарлама болғандықтан біздің қолданып жүрген Microsoft Office бағдарламамыздың жылына байланысты өзгертіліп отырады. PowerPoint бағдарламасын іске қосу үшін бастау бағдарламалар Microsoft Office PowerPoint командасын орындаймыз. Microsoft PowerPoint терезесі мынадай негізгі элементтерден тұрады. Тақырып жолағы, құжаттың аты және басқару батырмалары орналасады. Мәзір жолағы, басқа бағдарламалардан өзгешелігі мұнда слайдты көрсету әмірі орналасқан. Стандартты құралдар және пішімдеу үстелі, мұнда басқа бағдарламалардың өзгешелігі мұнда. Жасақтама және жаңа слайд әмірлерімен ерекшеленеді. Сурет салу құралдар үстелі, сызбалық нысандармен жұмыс істеуге арналған әмірлер тобын қамтиды. Бұл суреттер салуға, эмблема жасауға, мәтінді әдемі етіп безендіруге мүмкіндік береді. Қалып күй жолы, құжат ақпаратын қамтиды, беттер санын көрсетеді. Жұмыс аймағы слайдтар жасауға, мәтін, сурет, диаграмма, клип, дыбыстарды орналастыруға арналған аймақ. Тапсырмалар аймағы, ағымдағы тапсырмалар тізімін қамтиды. PowerPoint-тың жаңа бағдарламасының өзгешеліктері, тақырып жолағында Office батырмасы орналасқан. Ол құжатты ашу және жаңа құрып, баспаға шығару, дайындау, жариялау, жіберу, сақтау командаларын орындайды. Бұл PowerPoint бағдарламасының мүмкіндіктері өте зор. Мұнда жаңағы баспаға, яғни принтерден қағаз бетіне шығаруға мүмкіндігі бар. Келесі, көрме жасаудың тиімді тәсілдері. Microsoft PowerPoint терезесін ашқаннан кейін тапсырмалар аймағында жаңа көрмені жасау үшін бірнеше нұсқалар ұсынылады. Жаңа презентация, слайд жасақтамасы, автомазмұн шебері көмегімен жалпы мәселелер бойынша баяндамалар, қызмет бабы бойынша баяндамалар, сауда-саттық және маркетинг жөнінде есептік хисаптар, жеке хабарламалар, тағы да басқа тақырыптарда алдын ала дайындалып қойылған презентациялар ішінен өзіңе қажетті презентацияны таңдап құруға болады. Бұл жерде енді презентацияны құратын кезде мысалға мүмкіндіктері өте жоғары. PowerPoint бағдарламасында мәтіндерді орналастыруға болады, және де өзіміз мысалға Word мәтіндік редакторында жасалған кестелер болсын, дайын суреттерді әкеліп орналастыруымызға болады. PowerPoint бағдарламасында мысалы слайдтарды өзіміз қалағандай етіп бірнеше беттерді безендіруімізге болады. Өзіміздің жасаған жұмысымызға байланысты бірнеше бетпен жұмыс жасауға болады.
Ол жерге жаңа айтып өткеніміздей дайын суреттерді алып келуге болады, дайын кестелермен жұмыс жасауға болады, және де мәтіндерді сәндеп жаңағы пішінін өзгертіп әдемілеп жасауға болады. Ол үшін біз WordArt командасын пайдаланамыз. Өзіміздің қалағанымызша жазулар үлгісін көрсетеді. Және де біздер жасаған жұмыстарымызға байланысты анимацияларды қосуға болады. PowerPoint бағдарламасында әртүрлі анимациялық эффектілер және мультимедиалық мүмкіндіктерді қолдана отырып презентацияны жандандыруға болады. Мәтін элементтерінің өзіне жеке әріптер, сөз, абзац түрінде әртүрлі эффектімен пайда болатындай етіп жасау мүмкіндігі бар. Тек мәтін элементтер емес, графикалық объектілер, диаграммаларда анимациялық эффектілер қосуға болады. Көптеген анимациялық, яғни біздің жазған өзіміздің мәтіндерге кез келген мысалға анимациялық бейнелерменен безендіруге болады. Музыка, дыбыс, бейнеклиптерді енгізу. PowerPoint бағдарламасында дайындалған презентацияны көрсету кезінде музыкалық, дыбыстық эффектілерді және бейнеклиптерді қолдану мүмкіндігі бар. Кейбір дыбыстар, мысалы жазба машинкасының дыбысы, қол шапалақтау деген сияқты көптеген дыбыстарды біз қоса аламыз. Анимацияны баптау саймандар тақтасынан іске қосылады. Презентацияға әуен, музыка қою үшін вставка, фильмы и звук из файлов командасын орындап, өзіңізге қажетті әуенді таңдап, окей батырмасын басамыз. Слайдтарда дыбыстық сүйемелдеулерді жазу үшін компьютерді дыбыстық картамен микрофонаны орнатылу қажет. Өзіміздің дауысымызды да жазуға мүмкіндік бар. Және де бізде PowerPoint бағдарламасын негізінде электронды оқулық ретінде өзімізге пайдалануымызға да болады. Көптеген мәліметтерді сақтап, көптеген мәліметтерменен орнатып, бірнеше бетті 1-2-3 бетке кірістіруге болады. Ол үшін біз сілтеме батырмасы арқылы жұмыс жасаймыз. Менде қарап отырған болсаңыздар, қазір менде бірнеше беттен құралған слайд. Мына жерде үйдің суреті тұр. Егер де мен үйдің үстін басатын болсам, демек ол бірінші алғашқы бетке қайтады. Мына көрдіңіздер ме? Мен жаңа айтып өттім, көптеген фигуралармен безендіруге болады, мәтіндерді әртүрлі қылып жазуға болады деп. Мысалы, мен лекция, ой толғау, PowerPoint, тәжірибелік жұмыс, сабақтың қорытындысы дегенді мен WordArt жаңа командасы арқылы жасадым. Және де фигуралармен жұмыс жасап, әр фигураға мысалы сілтеме орнатуға болады. Егер де мен PowerPoint, лекция дегендерді ой толғау, ойын түрінде тәжірибелік жұмыс болсын, сабақты қорытындылауға көптеген сұрақтарды орналастырдым. Мысалға, мен кез келген біреуін бассам, мен үстінде сол туралы ақпараттар шығады. Мысалы, мен қазір сабақтың қорытындысы деген фигураның үстінен басайын. Мұны көрдіңіздер ме? 1, 2, 3, 4. Мұны көптеген фигуралармен сәндеп әдемілеп істеуімізге болады. Мысалы, мен бірдің үстінен басқан кезде перне тақтадан слайдтарды көрсету командасын орындау үшін қандай функционалды пернені шертеміз дейді. Мен студенттерге сұрақ қоятын болсам, осылай жасырып сұрақтарды дайындауыма болады. Келесі сұраққа өту үшін, мені көріп тұрғандарыңыздай қызыл стрелка тұр, фигурамен көрсетілген. Үстінен бассам, мен сұрақтар тізіміне өтемін. Оны осылай қалағанымыздай сәндеп жасауымызға болады. Мына көріп тұрғандарыңыздай мен тапсырмалар бетіне өттім. Бұл жерде мысалы тәжірибелік жұмыстар, көптеген тәжірибелік жұмыстар көрсетілген. Ой толғауда да тура солай. Мысалы, өзіме қажетті сұрақтарды қойып, мен студенттерге осылай дайындасам болады. Лекциялар жинағы, мысалы, лекцияларда бүгінгі лекция бойынша бірнеше сұрақтар көрсетілген, және соның қысқа нұсқа барлығы осыда жасалған, осы жерге кірістірілген. Лекциялар үстінен басатын болсам, мен PowerPoint бағдарламасы туралы түсінік, келесі PowerPoint терезесінің құрылымы,
көрме жасау тиімділігі, көптеген мына ақпараттарды мен кірістіріп қойғанмын. Басты бетке өту үшін міне осы үйдің үстін басамын. Міне қарап отырсаңыздар, мен бірнеше беттерді пайдаландым. Қазір менде 29 беттен тұр. Көптеген тапсырмалар кірістірілген. Мен сіздерге тек бұны тек екі бетке, немесе екінші бетке ғана кірістіріп жасауға болады. PowerPoint бағдарламасының негізі көптеген жұмыстар атқаруға болады. Өте тиімді бағдарлама. Мына өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай. Құрметті студенттер, мен бүгін сіздерге PowerPoint бағдарламасы жайлы қысқа түсінік беріп өттім. Келесі сабағымызда, келесі бейнеролигімізде мен сіздерге практика жүзінде, мен жаңа айтып өттім ғой, сіздерге анимациялық бейнелер орналастыруға болады, көптеген жазуларымызды сәндеуге болады, дайын мәтіндерді көшірмесін алып келіп орнатуға болады, көптеген суреттерді алып келуге болады. Соның барлығын қалай жасалу керек, соның бәрін көрсететін боламын. Келесі сабақта сіздерге практика жүзінде жұмыс жасап көрсетемін. Құрметті студенттер, келесі сабақта көріскенше сау болыңыздар.